Кешірім аяқты. Бұл кешірім. Ең көп ат жағында. Ассалаумалейкум. Қалайсыздар? Сәлематсыздар. 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 Үш рет судың бәрін алды. Аула, ең көп су болған аула қайда? Ассалаумалейкум. Сәлематсыздар. Кешке дейін жаңағы екі зардап шеккен аулалары иелерімен сөйлесіп, ауланы дұрыстап, гравий болса, гравий әкеп төгіп беріңіз дейді. Ассалаумалейкум. Қалдарыңыз қалай? Аман есенсіздер ме? Аман есен. Кеше мынаның бәрі лай болып, су болды. Сумен қамтамасыз етіңіздер. Қазір мынау анализді алып бітіп, су қауіпсіз дегенге дейін сол водовозбен суды таратып, аулаларға, үйлерге су таратыңыз. Оның бастарыңызды жіберіп, ауылға өзіңіз бар, осындай тау етегінде тұрған ауылдарды өз көзіңізбен көріп, бәрден бақмақ. Көрдіңіз ғой. Қолыңда шосыздар, өздеріңіз барып, жаңа мамандарды алып барыңдар. Көрдік қой, жасап атқан, қатырып атқан нәтижесі. Бүгін кешке дейін баяндаңыз, көмек қажет ететін жаңа аулаларға көмектесіңіздер. Зардап шеккен сонда бар жоғы су кірген бір үй, и бір пристройка. Төмен жағында су. Ошақпен жүріп, үйін қайда? Үйге су кірді ма? Жоқ. Өтіп кетті ме? Үйде кім бар? Үйде ата, апа, папа, мама. Қанша шығасыз? 8. Қалдарыңыз қалай? Кеше видеоға түскен ауылы ма? Ақылдарыңыз қалай? Су кетті ма? Қандай көмек керек енді? Атыңыз? Әлібек. Әліке, қандай көмек керек? Мына аудан әкімі тұр, ауыл әкімі. Бізге көмек анау. Қалай су келген? Ондай су келген емес еді. Енді тозды ғой анау. Лайға толды, мұсырға толды. Ерлан Қыдырәліұлы, қаласыз мына жақта бәрін бітіргенше. Жарай ма? Үйге су кірген жоқ па ата? Біз ашып шығамай қалдық суды. Ана жауып тұрдық. Көрмейсің мұны, жоғыр жақтың бәрін. Ана, көріңіз мұны? Пештің көрі, ұрымды қандай суға атты. Соны ағып кетті бәрі. Сол енді. Мен рахмет, жолдарыңыз болсын. Бақытты болыңыздар. Рахмет. Ой, молодец. Аудан әкімі де ауданға қарасты мекеме басшылары да алгоритмді мүлдем білмейді. Қажетті арнайы техникалар кешіктелді. Ауылдың картасын 4 сағаттан кейін бірақ алып келдіңіздер. Осы тұста аудан әкіміне қатаң сөгіс жариялаймын. Аудан әкіміне осы салаға жауапты беретін орынбасарларының қызметіне толық сәйкестік еместік туралы ескерту, ауыл әкіміне қатаң сөгіс түрінде тәртіп жауапкершілікке тартатын болсын.